Бүгінгі тақырыбымыз мәлімет типтері, стандарттер сипатталуы. Енді осы тақырыптар бойынша оператор тобы мәлімет типтері бойынша және Паскаль тобы мәлімет типтерінің құрылымымен танысты. Ал келесі программ тобы мен реал тобы стандарт типтердің сипатталуы үшін түсіндіреді. Тапсырмасын қойы. Келесі программда сипатталатын мысалға бүтін сан түріндегі тип, нақты тип, логикалық тип және символдық тип. Бүтін сан түріндегі тип деп отқанымыз атау 1, атау 2, атау n, яғни біз бұған басқа да атаулар беруімізге болады. B1, B2, B3 деп те. Және ең соңында қос нүкте типтің аты, сосын үтір нүкте қойылады. Бұнда тип деп отқанымыз түйінді сөздер, яғни оған интеджер деп қойымызға да болады, байт, short деп, long, word деп те қойымызға болады. Бұл бүтін сан түріндегі типтердің амалдары қосу, азайту, көбейту, бөлу, деп, мод. Ал нақты тип деп отқанымыз мұнда да сондай сияқты атау 1, атау 2, қос нүкте, тип, үтір нүкте. Яғни бұның тип деп отқан түйінді сөздері real, single, double, extended, com. Яғни бұл нақты типтің шамалары, амалдары қосу, азайту, көбейту, бөлу. Яғни мұның бүтін сан түріндегі типтің айырмашылығы div, mod деген болмайды. Ал логикалық тип атау 1, атау 2. Бұнда да өзіміз атау беруімізге де болады. Қос нүкте boolean, яғни бұл ең түйінді сөзі boolean. Одан кейін үтір нүкте қойылады. Бұның амалдары and және and, or, not, for деген амалдар қолданылады. Егер мұнда if тастан қалдайтын болса true, ал жұптан қалдайтын болса false болады. Символдық тип, яғни мұнда да өзіміз атау беруімізге болады. Мысалға B1, B2 болмаса A1, A2 деп те айтуымызға болады. Мұның түйінді сөзі шар, қос нүктеден шар деген үтір нүкте қойылады. Шамаларға, бұл шамалар қатынас амалдар қолданылады. Яғни символдық типке қатынас амалдар көп, үлкен, кіші, кіші нетең, үлкен нетең амалдар қолданылады. Мәлімет типтері қарапайым және күрделі болып бөлінеді. Соның ішінде қарапайым типке бүтін сан интеджер, нақты реал, символдық шама шар, логикалық шама логикалық. Енді күрделі типке жиындар, айыру, файлдар, файл, жазбалар, рекорд, жиындар, сет болып бөлінеді. Бұл жерде тип түйінді сөз болғандықтан тип атауы тип мәндері болып жазылады. Типтің синтаксистік диаграммасы типті анықтау және көрсетуге. Ал типтің өзін анықтайтын диаграмма идентификация тип. Логикалық шамалар екілік сандар жүйесіне сәйкес 1 және 0 деген мәндерді қабылдай алады. Мұндағы бір тексерілетін белгілі бір шартты логикалық тұжырымы. Ал 0 шарттың орындалмайтын, яғни жалғандығын көрсетеді. Типтер дегеніміз қарапайым және күрделі болып екіге бөлінеді. Қарапайым сөз интегер, нақты, реал, символдық шама, шар, логикалық шама, логикалық болып бөлінеді. Күрделі жиындар, эррор, файлдар, файл, жазбалар, рекорд, жиындар, сет. Бүтін санның типі бұл sorting, integer, or, floating болып бөлінеді. Және нақтының типі real, simple, floating, comp болып бөлінеді. Және char, ол апострофтың ішіне алып жазады. Символдық шама 2 бөлінеді. Char және string, char апострофтың ішіне алып жазады. Біраз тема жазып, бүтін айтатылмайды. Стрингтің ішіне қанша жазылса да жазбай береді. Мысалы, компьютер университет және логикалық ақиқат true және false болып екі бөлінеді. True ақиқат, false жалған.
типтерді анықтау диаграммасы, идентификатор, тең және типтерді сипаттау диаграммасы, типті анықтау, үтіліктеу. Program тобының сабақты түсіндіруі, сөз мәнері жеткізілуі дұрыс. Бұл топқа бір тілегіміз, топ басшысы сабақ түсіндіру барысында нүктелі үтірлі нүкте деп айтты, және сызбалары боялып, тазалық сақталмаған жазылу реттер. Келесі program тобы. Әйгілі? Сәлемдіңіз бе? Келесі мына топтайын. Оператор, тамам? Подкаст оғын. Бірдей бар ма? Жазыңдар ма? Бір-бірінің ұйымдастырушылығы ұнады және оған тілегіміз, енді айтатын ұсыныстарымыз, ойларымызды нақты бір сөзбен айтсыңдар.